Балам 4 айға толды. Бізге осы уақытқа дейін шынымен қажет болған 10 зат. Бірінші, ол көмекшілер. Апа-аталар өте көп болса, тіптен жақсы. Екінші, ол кокон зёвушка. Мен өте қатты жақсы көремін бұл коконды. Үшінші баламен де біз қолданған болатынбыз. Енді по наследству 4-ші балама берілді. Өте ыңғайлы, бүкіл балаға қажетті зат. Үшінші, бейби жүргектері менің фаворитім. Өте ыңғайлы, ең бастысы үнемі құрғақ болып тұрады. 4-ші, осы коляска. Комментарий қажет етпейді. Біздің ең алғашқы көмекшіміз. 5-ші, осы нагреватель. Ол әрі нагреватель, әрі дезинфекция жасайды бутылкаларға. Үнемі бір температураны қосып тұрсаңыз, сол температураны ұстап тұрады. Және үнемі су қайнатып жүгіріп жүрудің қажеті жоқ. Келесі, ол осындай шезлонг. 10-15 минутқа кез келген ананың қолын босатуға өте таптырмас дүние. Келесі зат, ол осындай пребиотик, биогая. Мен барлық балаларыма осы пребиотикті қолданған болатынмын. Менің ең алғашқы көмекшім. 8-шісі, ол кроватка. Бұны мен Қытайдан заказ берген болатынмын. Өте ыңғайлы, көп орынды алмайды, өте әдемі. Және Қазақстаннан мен бұндай кроватканы таппадым. Келесі, ол осындай ванночкалар, комментарий қажет етпейтін шығар. 7 в одном, 8 в одном болып жүре береді. Ішінде неше түрлі тазиктары бар, кружкалары бар. Міндетті түрде кез келген мамочка алу керек зат. Ең соңғы 10-шы зат, ол міндетті түрде заготовкалар болу керек. Өйткені кішкентай баламен сіздің тамақ істеуге уақытыңыз болмайды. Сол кезде заготовкалар, заморозкалар сізге үлкен көмегін тигізетін болады. Егер менің списогым сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар.